Саламатсыздар ма? Менде бүгін таспих жасап сіздерге көрсетейін деген 33 тастан тұратын таспих болады. Мынау бізде кисточка, мына жерде 11 тас, мына жерде 11 моншақ қой, мына жерде 11, мына жерде 11, мына жерде 11 моншақ, мына жерде кристалликтер үшеу, и мына жерде менде алла деген жазуымен фурнитура бар. Мындай нелер керек болады бізге. Кольца обниматель. И мынандай пин керек болады, и 3 тас артығымен алдым. Менде мынандай жіп, бұл ириска, по-моему, ириска деген жіп, қатты жіп. Мен мынандай үйдегі қатты жіппен байлап жасап едім, үзіліп кетіп жатыр қайтадан. Мына менің 3-ші видеом. Өйткені таспих жасап болам, байлаған кезде үзіліп кетіп жатыр. Сол себепті мен ирискамен жасауды шештім. Мынандай ириска 50 сантиметр, бірақ 2 қабатталған. И мынандай үлкен ине үйдегі моншақтың тесігінен өтсе болды. 11 тасымызды мынақтан тіземіз. Міне 2, 3, 4, 5, оп, сымды. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 болды. И арасын бөліп тұратын бір кристаллик салып, и ары қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И тағы да бір кристаллик аламыз. Алтысын бөліп тұратын 11 тастан. Енді тағы да 11 тасымыз бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Таспихымызды қалай дейді, основной біттік. Әдемі таспих болады. Кошачий глаз деген тастан жасап жатырмыз. Енді біз мына жерден кристаллик, бір кристаллик аламыз, содан өтеміз. Сосын мына жерде бір обнимательді мына жағынан өтемді, и мына мысалы моншақ, и тағы бір обниматель. Міне осындай болды әдемі. Осылай. Сосын алла деген фурнитурамыздың үсті жағынан былай болады бізде. Сосын үсті жағынан өтеміз. Сосын кері қарай қайтадан өтеміз. Міне моншақтан сразу өтті. Жібінің кішкене сары, зато үзілмейтін болады. Шашылып қалмайды да. Міне осылай. Сосын былай салдым. Енді кристалликтен өтем. Міне кисточканы бөлек жеңіп қоямыз. Осылай. И мына жерде біз 2 тасты алып тастаймыз. Мына бірінші салған 2 тасымызды алып тастаймыз. Мына инеге тіземіз. Байлаған түйініміз мына жерде болса әдемі емес болады. Тастың арасында тұрса, даже үшеу өткізерек. Тастың арасында тұрса, ол білінбей кетеді. Енді осылай бүйтіп байлаймыз. Байлаймыз. Екі рет байлаймын, 3-ші байлағаным. Оп, сымылды.
үзілді түбінен қайдан, бірақ түбінен үзілді. Жақсы болды. Мен қатты тартам ба, тез үзіліп кете береді. Енді мынау біздің тастың ішінде қалып қалады бүйтіп. Сонда өстіп келесіздер да, мысалы, мына жерде кристалл мынандай болды. Енді ары қарай кисточкасын жинайық. Кисточкасын жинау үшін бізге мынаның басын алып тастаймыз. Пиннің басы ғой, соны алып тастаймыз. Ұшынан алып тастаймыз и кольцо жинаймыз. Кольцо жасаймыз да. Вот. Теперь тағы да бір внимательно саламыз. Мешок саламыз. И тағы да внимательно әдемі болып осында внимательно. Осылай саламыз да. Наверное, мынаны сразу кисточкаға іліп аламыз. Былай. Былай іліп алсақ, сразу это тез шашылмайды. Вот так, да? Былай қайратайық. И мынаны қысып жауып аламыз. Сонда да бір внимательно түсіп қалды. Былай. Жаңа түсіп қалған внимательнымызды мынаяқтан кіргізе саламыз. Міне. Әдемі болды. Мына жерге кесіп тастаймыз. 1 сантиметр примерно, мына жерде 1 сантиметр бізде. Қайтадан былай кольцо. И давайте сразу на кольцоларды салмаймыз, а то олар ашылып кетуі мүмкін. Мынаны бүйтіп жабуымыз жатыр. Былай кольцоны жабамыз да, но до конца жабамыз, но мынаны кішкене былай қисайтып ашамыз. Мынандай болды. Мынаған ілеміз. Әдемі болды. Осындай әдемі таспих.